Қазақ тілі 2 сынып. Бөлім атауы: менің отбасым және достарым. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Балалар, мына суретке мұқият қараймыз. Суретте кімдер бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар. Суретте отбасы мүшесі бейнеленген. Суретте қандай отбасы бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар. Суретте қамқор, мейірімді, тату отбасы бейнеленген. Жарайсыңдар, балалар. Демек, бүгінгі біздің тақырыбымыз, балалар, менің отбасым тату. Тема сегодняшнего урока — моя семья дружная. Сабақтың мақсаты: жаңа сөздерді қолдана отырып, өз ойымызды айтамыз. Тақырып бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ал енді, балалар, жаңа сөздерді тыңдаймыз, қайталаймыз, есте сақтаймыз. Өзі, сам, сама, адам, человек, мүше, член семьи, шағын, небольшой, тату, дружный. Жақсы, енді менімен бірге қайталаңдар. Өзі, адам, отбасы мүшесі, шағын. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, отбасында адам санына қарай отбасы үлкен және шағын болады. 5 адамнан көп адам үлкен отбасы болып саналады. 5 адамнан аз шағын отбасы болып саналады. Келесі оқылым, айтылым тапсырмасы. Мәтінді оқып, Әлібек пен Әнелдің отбасы туралы айт. Бірінші: менің отбасым үлкен. Отбасымда 8 адам бар. Моя семья большая. В семье 8 человек. Олар атам, әжем, әкем, анам, әпкем, інім және мен. Они дедушка, бабушка, папа, мама, сестра, младший брат и я. Атамның аты Әділ. Дедушку зовут Әділ. Әжемнің аты Асыл. Бабушку зовут Асыл. Әкемнің аты Асқар. Папу зовут Асқар. Анамның аты Анар. Маму зовут Анар. Әпкемнің аты Дана. Старшую сестру зовут Дана. Інімнің аты Әли. Младшего брата зовут Әли. Өзімнің атым Әлібек. Зовут меня Әлібек. Екінші: менің отбасым шағын. Моя семья небольшая. Отбасымда 3 адам бар. В семье 3 человека. Олар әкем, анам және мен. Они папа, мама и я. Әкемнің аты Ғалым. Папу зовут Ғалым. Анамның аты Жәния. Маму зовут Жәния. Өзімнің атым Әнел. Меня зовут Әнел. Балалар, айтылым тапсырмасы. Суретке қарап, сөйлемдерді толықтырып айт. Үлгіге назар аударамыз. Ребята, смотрим на рисунок и дополните предложение. Обратите внимание на образец. Бұл Әлібектің атасы. Оның аты Әділ. Бұл Әлібектің әжесі. Оның аты Асыл. Балалар, әрі қарай сурет бойынша
өз жауаптарыңды айтасыңдар. Келесі тапсырма жазылым тапсырмасы. Оқы, сұрақтарға жауап жаз. Прочитай и дополни предложение. Үлгіге назар аударамыз. Обратите внимание на образец. Менің әкемнің аты Ермек. Ребята, здесь вы пишите имена своих родителей, братьев и сестер. Жақсы. Балалар, бүгін біз сабақта отбасы жайлы мәтінмен таныстық. Тату отбасы жайлы мәлімет алдық. Суретке қарап, сөйлем құрастырдық. Сабақтан алған білімімізді балалар көрсетейік. Ол үшін сендер ұнаған жапырақтың біреуін таңдап бояйсыңдар. Сабағымыз аяқталды балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар.